Шешпейді, ну қалай шешеді, вообще жұмыс жасамайды. Қара халықтың жағдайын кім ойлап жатыр? Ешкім де ойлап жатқан жоқ. Білмеймін, шешетін, шешпейтін. Енді жаңа Қазақстан деп жатыр, енді солар дұрыстап бәрі өзгереді. Депутаттар да өзгереді. Кілең жақсы адамдар келеді, жақсыға қарай қаламыз өзгереді деп ойлаймын. Шешкен көрген емеспін. Білмеймін, танымаймын да депутаттарды. Депутат дегенде білмейміз. Біз азанда кетеміз, кешке барамыз ғой. Енді депутаттар танымайды екенмін. Себебі ондай ісін түс көрмепті. Білмеймін депутаттарды, кім екенін де білмеймін, шыны керек. Қарапайым халықпыз ол. Депутаттарды білмеймін, бірақ енді шешімін шеше алады деп ойлаймын. Өз басым ешқашан депутатқа обращение қылмағанмын. Ешқандай мәселемді шешпеген. Өз мәселемізді өзіміз халық шешіп жүрміз. Жоқ, білмеймін. Депутаттардың қазір көбісін біле бермеймін, себебі ауысып тұрады ғой. Және олардың негізі политика деген нәрсеге көп араласа бермеймін. Көбінше телевизорден негізі көбінше Алматының әкімдерін көрсетеді ғой, депутаттарын, Нұр-Сұлтанда отыратындарды, бірақ Шымкенттің танымайды екен. Ешқайсысын танымаймын. Әлі бері шешу қиын. Түбегейлі өзгеру көп нәрсе, түбегейлі өзгеру керек. Маған қызық емес ол кісілер. Шешіліп жатыр деп ойлаймын, шешілмесе бұндай жағдай болмайды деп ойлаймын. Шешіліп жатыр, жай шешіледі ғой, көшіреді, жүреді дейді. Депутаттар бар ма өз Шымкентте? Кім отырғызыпты оларды? Ешқандай мәселені шешпейді олар. Көрген емес, білмеймін де, танымаймын да. Танымаймын мен ешкімді. Шымкент депутаттар танымайды екенмін. Білмеймін, халық мәселесін шешеді ма, шешпейді ма, енді біз олармен араласпаған соң білмейміз. Адресіміз бойынша ешкім келмеген бізге. Мен Мартөбе жилой массивте тұрам. Сол жерге қанша шақырдық, ешқандай көмек көрсетілген жоқ. До сих пор уже 2 жыл болды, солай қалай тұр, солай жатыр. Никого не знаю. Не знаю. Халыққа бұндай көрген ештеңем жоқ оны. Ештеңе айта алмаймын. Шеше алмайды, конечно. Тек қана өздерінің жаңағы ащы шындық болса да айтайын, өздерінің жаңағындай айналасында жүргендердің жағдайын жақсартып, жаңағындай туысқандары бар ма, басқа бар ма, өзінің бар жағдайын жасап алғанда болды. Депутат па, депутат болды. Сондай. Если они будут как-то что-то предпринимать, это, конечно же, хорошо отразится на нашем городе. Я их, во-первых, даже вообще не знаю, в глаза не видела, этих депутатов. Но только когда идут выборы, вот тогда они у нас там ездят по даче. Агитацию проводят очень хорошо, обещают очень многое. Шешкісі келсе шешеді, шешпейді ол.